Мектебімізде ұлттық спорт түрлерін дәріптеу мақсатында асық ату, ләңгі тебу, арқан тартыс және садақ атудан сайыс өтті. Бұл жарысты дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері ұйымдастырып, оқушылардың қызығушылығын арттырды. Алдымен оқушылар асық ату бойынша өзара бақ сынасты. Асық ату ойынына қатысушылар дәлдік пен мергендіктерін шыңдады. Оқушылар арнайы дайындалған шеңберде орналасқан нысандарда көздеп бір-бірімен бақ сынасты. Жарыс барысында асықты дұрыс ату техникасын меңгерген қатысушылар жоғары нәтиже көрсетіп, жеңімпаз атанды. Ұлдар асық атып сынасса, қыз балалар бестас ұлттық ойынын ойнады. Ойынның ережесімен толық таныстыру үшін көмекке академиялық директор Бану Леспек қызы келді. Қол ептілігін, икемділікті шыңдайтын ойында оқушы қыздар толық танысып шықты. Арқан тартыс сайысында оқушылар топқа бөлініп, күш пен бірлікті сынады. Әр команда тактикалық әдістерді пайдаланып жеңіске жетуге тырысты. Шара барысында оқушылардың жігері мен ұйымшылдығы байқалып, көрермендер ерекше қолдау көрсетті. Одан әрі оқушылар ләңгі тепті. Бұл сайыста оқушылар аяқтың ептілігін сынап, ләңгіні мүмкіндігінше ұзақ уақыт жерге түсірмей ұстауға тырысты. Бұл ойын қатысушылардың үйлесімді қимыл қозғалысы мен шапшаңдық қабілеттерін дамытуға септігін тигізді. Сайыстың ең қызықты кезеңдерінің бірі садақ ату жарысы болды. Қатысушылар садақты дұрыс керіп, нысанына дәл көздеуге тырысты. Бұл сайыс оқушылардың мергендік, зейін және тыныс бақылау қабілеттерін дамытты. Ұлттық рух пен спорттық жарыстың маңыздылығы. Бұл сайыстар оқушылардың ұлттық спорт түрлеріне деген қызығушылығын арттырып, олардың физикалық дайындығын жақсартуға ықпал етті.